Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге осы мезгілде пісіп жетілген ең дәмді жемістің бірі құрма туралы айтатын болам. Күн салқындағанда дүкендерде көп сатылатын жемістердің бірі осы құрма. Аталған жеміс жаңа жылдық дастарханның айнымас бір бөлігі іспеттес. Құрма – тәтті апельсин түстес жидек, оның атауы латын тіліне аударғанда жүрек алмасы. Құрма Қытайдан шыққан, бірақ бүгінде көптеген елдерде өсіріледі. Құрманың калория мөлшері төмен, 100 грамм өнімге 67 килокалория. Құрманың құрамында қант көп деген пікір мүлде дұрыс емес. Құрма көптеген жидектер, көкөністер, жемістер сияқты 80% судан тұрады. Сонымен қатар көмірсулардың сіңуін біршамадан бәсеңдетіп, қандағы қанттың кенеттен көтерілуін тудырмайтын диеталық талшықтарды қамтиды. Жаңа піскен құрмаларды жиі қолдану ерте әжімдерден, қартаю дақтарынан, альцгеймер ауруынан, созылмалы шаршаудан және көру қабілетінің жоғалуынан қорғайды. Сонымен қатар жүрек ауруларының қаупін азайтады. Құрманың басты пайдалы қасиеттері: протеин, май, көмірсуын үшеуін қатар қамтитын бірден-бір жеміс. Жас құрма теріге оң ықпал етеді, жүктілік пен күнге күйеден түскен дақтарды кетіреді. Құрамындағы темір қан аздыққа пайдалы. В1, В2 дәрумендерінің қатар кездесуі бауырды сауықтырады. Тамақ ауруына, жөтелге пайдалы, қатерлі ісіктен сақтайды. Құрамында фосфор мен кальцийдің молдығы сүйек ауруларынан қорғайды, жүйке жүйесінің шаршауын басады, мидың жұмыс істеу қабілетін күшейтеді, ас қорытуға пайдалы, тойымдылық қасиеті өте жоғары. Балғын құрманың бойында 60-65% қант болғанына қарамастан адамды семіртпейді. Жеңіл босануға септігін тигізеді. Сонымен қатар құрмада ағзаға тез сіңетін және жылдам ыдыраушы қант шырыны бар. Ол ағзаның белсенділігін арттырып, жылу күшімен қамтамасыз етіп отырады. Құрма бүкіл адамға пайдалы емес, кімдерге жеуге болмайды. Дені сау адамдар күніне 2-3 құрма жей алады. Диетолог мамандар бұдан көп жемеуге кеңес береді, өйткені оның құрамында жеңіл көмірсулар бар. Диетолог, фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дювалдың сөзіне қарағанда, құрманың құрамында микроэлементтер мен дәрумендер, әсіресе А және В, С дәрумендері. Бұл витаминдер күзде көп керек. Олар иммунитет пен жүйке жүйесінің жұмысын реттеп, ағзаны түрлі инфекциядан қорғайды. Дювал құрманы аптасына 2 рет жеуге кеңес береді. Айтуынша, мұздатылған құрма пайдалы дәрумендерін сақтайды, бірақ оны 2 рет мұздатудың қажеті жоқ. Құрманың құрамында йод пен темір өте пайдалы. Олар адамның ағзасына жылдың кез келген мезгілінде қажет. Әсіресе анемиямен ауыратын адамдар құрма жеу керек. Ол қышқыл емес, сондықтан асқазан жарасы кезінде жеуге болады. Құрманың антибактериялық қасиеті де бар. Құрманы асқазан ішек жолдары ауруларына шалдыққан адамдар жей алады. Сондай-ақ ол жүрек қан тамырлары жүйесі ауруларына да пайдалы. Құрмада қызғылт сары пигмент бета-кератин көп кездеседі. Ол аллергияның қозуына әкеледі. 3 жастан асқан балаларға құрма жеуге болады. Дегенмен оны көп тұтынбау қажет. Өйткені шамадан тыс жеу терінің сары түске боялып, кератинді сарыруға себеп болады. Дәмі ауыз қуыратын, тұтып тұратын құрманың құрамында танин көп кездеседі. Танин дегеніміз медицинада дәрі үшін, тұрмыста қырғыш ретінде қолданылатын емен және басқа ағаштың қабығынан жасалған ұнтақ. Оның асқазанға әсері қатты. Оның әсерінен ересектердің іші қатса, әлі асқазаны әлсіз балалардың ас қорытуы бәсеңдейді. Құрманың жер алдында оның қабығына назар салыңыз. Қара дақтары бар, қабығына зақым келген құрмадан аулақ болған жөн. Өйткені оның сыртында зиянды микробтар болуы мүмкін. Ол іштің өтуіне, жүректің айнуына және ағзаның әлсіреуіне сеп болады. Шамадан тысты тұнбай, белгілі бір мөлшерде жесеңіз, құрманың пайдасы сан алуан. Оның құрамында көптеген пайдалы микро және макро элементтер бар. Магний тамырларды босаңсытса, калий ағзадағы артық заттардың шығып, қан қысымының төмендеуіне әсер етеді. Осымен бүгін сіздерге құрма туралы мәліметін тәмам. Ұнаған болса, сіздерге пайдам тиген болса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.